Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықылас пен тоқылық. Оқысаңыз балалар, жамнан шырақ жағылар, тілегеннің алдынан іздемей табылар деп даланың дара ұстазы Ыбырай Алтынсарин биыл 180 жасқа толып отыр. Ыбырай Алтынсарин 1841 жылы 20 қазанда Қостанай облысының Торғай аумағында дүниеге келген. Әкесінен ерте айырылған ол атасының белгілі би Балқожаның қолында тәрбиеленеді. Ыбырай бала кезінен бастап білімге және өз бетінше оқып білуге бейім екенін байқатады. Көп оқыды, Ресей қоғамының білімді адамдарымен кездесті. Өзінің мінез-құлқы жағынан қарапайым әрі еңбексүйгіш еді. Көп оқыды, өзге халықтардың қол жеткен табыстарын көбірек біле түссем деп армандады. Алған білімін өз халқының пайдасына асыруға